Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Батыр ел қорғаны. Бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша әңгімелейсің. Балалар, сендер қазақтың жерін қорғаған батырларды білесіңдер ме? Еске түсіріп көрейік. Сендер экраннан Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Қабанбай батыр, Жалаңтөс батырды көріп тұрсыңдар. Яғни батырлар қазақ халқының мақтанышы. Олар туған жерін абыроймен қорғады және өз халқы үшін өмірін беруге дайын болды. Қазақ батырлары кімдер? Бұл кәсіби әскери қолбасшылар. Олар шайқаста ерекше батылдықпен ерекшеленді. Батыр ол даңқты жауынгердің құрметті атағы. Қазақстанда қандай батырлар болды? Қазақстанда Қобыланды, Жалаңтөс, Қарасай, Бөгенбай, Өтеген, Райымбек және тағы басқа көптеген батырлар болғаны тарихымыздан белгілі. Балалар, бізде 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы болды. Яғни ол жерде отан үшін от кешкен батырларымыз ерлікпен қаза тапты. Мысалы, Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова. Бұл батырлар мәңгі біздің есімізде. Олардың ерлігін біз әрдайым еске алып, келешек ұрпаққа дәріптеп отыруымыз қажет. Бүгінгі сабақ Жасыбай батыр деп аталады. Яғни тақырыбымыз Жасыбай батыр. Олай болса, мәтінді түсініп оқыңдар. Әлкей Жасыбай батыр туралы көп әңгіме естіді. Әке, Жасыбай батыр деген кім деп сұрады. Сонда әкесі оған тағы бір әңгіме айтты. Жасыбай жоңғарлармен соғыста аты шыққан батыр. Баянауылдағы мына Жасыбай көлі сол батырдың атымен аталған. Оның қысқаша тарихы мынадай. Бір соғыста Жасыбайдың әскері азайып қалады. Жау әскері әлденеше есе көп екен. Жасыбай батыр Баян тауының биік асуына барып бекінеді. Ол жоңғарларды асулардан өткізбейді. Ұрыста Жасыбайға оқ тиеді. Сол жерде Олжабай батырдың әскері көмекке келеді. Жоңғарларды жеңеді. Жасыбай батырды осы биік асудың басына жерлейді. Олжабай батыр Шойынкөлді Жасыбай көлі деп атауға ұсыныс жасайды. Жасыбай батырдың есімі көлге осылай берілген. Сендер экраннан Жасыбай батыр мен Олжабай батырды көріп тұрсыңдар. Ал енді балалар, ғажайып дөңгелек әдісі бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бізге 8-ші сұрақ түсті. Әлкей Марғұлан деген кім? Әлкей Марғұлан қазақ халқының әдебиеті мен тарихын зерттеген ғалым. 7-ші сұрақ. Сен тағы қандай батырларды білесің? Сұраққа жауап беріп көр. 9-ші сұрақ. Тосын сый, яғни сені тосын сый күтіп тұр. 4-ші сұрақ. Олжабай батыр деген кім? Балалар, біз мәтінде Олжабай батыр туралы айттық. Ол кім екен? 2-ші сұрақ. Жасыбай батыр қай тауда жерленген? Балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Яғни жоспар бойынша әңгімелеңдер. Жасыбайдың жоңғарлармен соғысы, Олжабай батырдың көмегі, көл атауының өзгеруі. Осы жоспар бойынша әңгімелеп көріңдер.
бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.